Қайырлы күн, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осылай тауық етін пакетте пісіретін боламыз. Кез келген көкөністерді қосып пісірсеңіздер болады. Өте оңай әрі дәмді болып шығатын тағам түрі. Ол үшін ең алдымен керекті заттарымызды аршып, жуып тазалап, осылай видеода көрсетілгендей етіп турап шығатын боламыз. Әрине, қалауларыңыз бойынша майдарақ етіп турасаңыздар да болады. Мен өзіме үлкендеу етіп тураған ұнағандықтан осылай үлкендеу етіп турап жатырмын. Пиязымызды дәл осылай видеодағыдай 4 бөлікке ғана бөлеміз. Келесі кезекте картоптарымызды тураймыз. Ол үшін міндетті түрде осындай пышақ болу керек емес. Кез келген пышақпен тура берсеңіздер болады. Барлық картоптардың орташа түрін осылай 2-ге бөлеміз. Үлкенде болса 3 бөлікке бөлеміз. Мен бұл жерде 2 порция дайындап жатырмын. Сол себепті заттарымды көп етіп жасап жатырмын. Егер сіздер 1 порция жасайтын болсаңыздар, дәл осы видеода көрсетілген затты тең жартысын жасайсыздар. Укроп пен кинзаның бір бауын 2 бөлікке бөліп, 2 порциямызға саламыз. Ортасынан дәл осылай 2-ге бөлеміз. Көкөністерді қалауларыңыз бойынша қоса берсеңіздер болады. Чесногымызды да осылай майдалап турап аламыз. Келесі кезекте осылай тауық еттерімізді әдемілеп жуып дайындап аламыз. Бұл жерде менде тауық етінің осылай бір аяқ сан еті және де 8 ұштық ножкейі бар. Арнайы осындай дүкендерде сатылатын Магина второй пакеті және приправасы бар. Осыны алып қолданатын боламыз. Бірінші бас жағында осындай пакеті тұрады. Пакетін абайлап жаймен ашып алатын боламыз. Ішінде тұрған мына қызыл кішкене ғана ремешогы. Қазір барлығын осы пакетке салып болған соң, пакетіміздің аузын осымен буатын боламыз. Пакетімізді ашып дайындап алдық. Келесі кезекте бір ыдысымызға майонезімізді салып, соусын дайындап алатын боламыз. Бұл приправасын соңында пакеттің ішіне салатын боламыз. Осылай майонездің үстіне зира ұнтағы, кинза ұнтағы және де тұз, қалаларыңыз бойынша қызыл бұрыш, қара бұрыш қоссаңыздар болады. Бұл жерде менде видеоға түспей қалыпты. Және осыған тауықтың аяқшаларын осылай батырып алып, пакетімізге орналастыратын боламыз.
Міне бір бөлігін жасап алдық. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп салып шыға бересіздер. Ең соңында бір бокал суменен осылай кез келген сливочный маргариннің 4 бөлігін, яғни 60 грамдайын ішіне салып жіберетін боламыз. Сосын осылай аузын жақсылап буып, қызып тұрған пешімізде 1 сағат пісіріп алатын боламыз. Міне бізде духовкамызда уже пакетіміз көтеріліп, жайлап, қайнап асты. Міне су құйғаннан кейін кішкене осылай бұрқылдап әдемі болып қайнап шығатын болады. Міне 1 сағат тұрып, әдемі болып пісіп, дайын болып шықты. Өте дәмі керемет әрі сочный, мощный болып шығатын тамақтардың бірі. Жасап көруге кеңес беремін, міндетті түрде. Дәмі өте керемет шығатын болады. Дайын болған соң осылай бір үлкен ыдысымызға салып аламыз. Өйткені құрамында су болғандықтан тарелкамыздан түсіп кетуі мүмкін, су төгіліп. Келесі кезекте өзімізге керекті мөлшерін осылай ыдысымызға жайғастыратын боламыз. Құрметті көрермендер, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Міндетті түрде өте керемет әрі дәмді болып шығатын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығы дана-дана болып, езілмей әдемі болып шыққан. Қалауыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Міне осымен біздің асымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер.